Сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте тойымды және оңай үйдегі бар заттармен дайындалынатын кешкі ас жасайтын боламыз. Бізге керегі пияз, болгар бұрышы, капуста, тауық еті, картошка қажет болады. Ең бірінші біз пиязымызды қуырып аламыз, сосын қызыл және көк болгарскийімізді салып қуырамыз. Осылай қызартып жақсылап қуырып аламыз. Үстіне томат саламыз. 1 қасық. Үстіне тауық етімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз. Үстіне капустамызды саламыз. Осылай рет-ретімен салып шығамыз барлығын. Жақсылап араластырамыз. Үстіне картошкамызды саламыз. Менде 4-5 картошка. Барлығын турадым. Картошка менде 5-6 картошка. Осылай жақсылап араластырып қуырамыз. Сосын үстіне тұзын, приправасын салып, көкөністеріміз бататындай су құямыз. Міне осылай су құямыз. Енді бұны қайнағанша бетін жауып қоямыз. Менде гарниріне осындай күріштен 2 кесе салдым. Адам санына қарай сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Міне біздің тамағымыз дайын. Сіздерге ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған салтанат. Келесі кездескенше